Қасын айтқанда, ақша керек. Бүгін дүйсенбі, әдеттегідей күн болды. Қатты шаршадым. Себебі мен кеше жер қазған болатын. Бір кездері жарықтың қағазы келді. Менің кошелегімде ақша болмады. Қалай төлесем екен деп ойландым. Шатырдың үстінде тұрып алып, 1 сағат ойландым. Жатып алып, 2 сағат ойландым. Бар күшімді салып, 1 ойландым. Ақыры мен таптым. YouTube'дан қалай ақша табу керек екенін іздедім. Қарап жатып, күшті видео тауып алдым. Сізге ақша керек болса, онда менің бизнес планыма жазылыңыз. Жазылу үшін сіз кем дегенде 2 миллион төлейсіз, сол 2 миллионды сіз 2 есе қайтарып алуға болады. Мысалы 2 миллион берсеңіз, 4 миллион деген секілді счетыңызға күнде ақша түсіп отыратын болады. Осыған бас дейтін адам сене ме екен? Маған басқа тәсіл керек. Үлкен жаңалық. Қалада банк тонау ережесімен 3 қылмыскер ұсталды. Маған тағы да бір ой келді. Мен план жасап бастадым. Үстіме сауыт кие бастадым. Үйден шығып, банкке бет алдым. Өу, бауырым, мен дәрет алып қайтайын. Иә. Мен барған жерде бір күзетші тұр екен. Мен оны білдіртпей барып, талдырып тастадым. Есігі өте мықты. Сондықтан мен есігін жара бастадым. Есігі жарылды. Мен кіріп, алтындарды жинай бастадым. Сол кезде сигнализация басылып кетті. О, жоқ, ешкім жоқ деп ойлашы. Стоп. Аяқта ешкім жоқ екен ғой. Қолыңды көтер, жат жерге. Қысқасын айтқанда, ақша керек.